Алашордалық синдромы деген жоқ емес, әрине халық арасында бар. Енді сіз сұрақтың өзінде де бұл көрініп тұр. Дегенмен мен бұны бір ғылыми астары бар үдеріс деп айтуға күмәнданар едім. Бірақ әрине кейбір алаштықтардың немесе жалпы қоғам қайраткерлерінің тарихтағы 20 ғасырда әсіресе биографияларына қарасақ, қазақ қыздарынан үйленбеген деген енді қаншалықты дұрыс. Біз біріншіден статистика болу керек. Әрине, мысалы біз Мұстафа Шоқайдың өмірбаянына қарасақ, ол кісінің жары Мария Горина, опера әншісі, қазақ ұлтынан емес. Немесе біз мысалы Ахмет Байтұрсыновтың жары Бадрисафа Байтұрсынованы алайық. Ол кісі ислам дінін қабылдамас бұрын және атын өзгертпес бұрын аты Бадрисафа емес Александра болатын. Немесе Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың әйелі, ол кісі енді орыс ұлты. Немесе Дінмұхамед Қонаевтың жары, ол кісі Зухра Шариповна, ол кісі татардан шыққан. Бірақ қаншалықты енді кейбір кісілер оны былай түсіндіреді, қазақтың қыздары білімге деген мүмкіндіктері болмаған, сондықтан енді тең-теңімен болмайтын еді деген сияқты. Бірақ бұл қаншалықты дұрыс, мен бұны шынымен де бір ғылыми астары бар нарратив, тренд деп қабылдамас едім. Бұл енді қоғамның арасында жүретін өзімізге енді Твиттердің трендтерінде қалатын сондай бір талқылау болып қалсын. Өйткені мен ойлаймын, қазақ қыздарына үйленген қайраткерлер бар, мысалы Міржақып Дулатов та, Сәкен Сейфуллин да, Мағжан Жұмабаев та деген сияқты. Сондықтан біріншіден бұл әйелдің бір субъектігінен айырады. Біз әрине қайтадан қазақ қыздары немесе басқа ұлттың қыздары, ол кезде Қазақстанда тұрған кімнің жары болды деген сондай бір гендерлік ұлтшылдықтың, теңсіздіктің көрінісіне қайтадан келіп отырмыз. Сондықтан Твиттердің сондай бір талқылауларына қалдырайық бұл сұрақты. Негізінде желтоқсан көтерілісінің жадысына тоқталатын болсақ, өте бір Қайрат Рысқұлбековтың танымал цитатасы бар. Яғни мен алаңға Қонаев үшін емес, басқалар үшін емес, қазақ қыздарын шашынан сүйреп, ұрып соққаны үшін шықтым деген сондай танымал цитатасы бар. Яғни бұл жерден біз не көреміз? Ол гендерлік ұлтшылдықтың көрінісін көреміз. Яғни әйелдерді қорғау керек, әйелдерге демеу болу керек деген сияқты. Бұл жерді мен қазіргі таңдағы әйелдердің саясатқа қатысуымен байланыстырар едім. Өйткені өкінішке қарай жүйе әйелдер үшін инклюзивті емес. Тіпті мысалы қоғамдық белсенділіктің көрінісі ретінде, көтерілістердің кезінде, митингілердің кезінде әйелдерге көп назар аударылмайтын сияқты болып көрінеді. Сол үшін мысалы желтоқсанда да әйелдерді құтқару керек, қыз балаларды құтқару керек деген сондай бір нарратив қалыптасып қалған. Дегенмен біз білеміз, тіпті тізімдерді қарайтын болсақ, желтоқсаншылардың аттарын қарайтын болсақ, ол жақта қыздар мен ұлдар тең шыққан, барлығы жастар ретінде сондай бір қозғалыс ретінде алаңға өзі жеке дара дербес қатысушы болып шыққан. Бірақ енді сондай нарратив қалыптасып қалған. Қазіргі таңда енді жады ретінде әрине ең елеулі екі тұлға ол Ләззат Асанова мен Сабира Мұхамеджанова, екеуі де 16 жастарында мерт болған. Бірақ әлі де көбірек әйелдердің аттарын шығару керек. Негізі бірақ бұл жерде желтоқсанның жалпы сондай проблемасы бар. Өйткені ол кісілердің, бұл көтеріліске қатысқан кісілердің көзі тірі, көбі әлі де Қазақстанда, басқа елдерде тұруы мүмкін. Және бұл жерде олардың жадысына деген енді бір құрмет болу керек деп ойлаймын. Егер 20 ғасырдың тарихына үңіліп қарасақ, және ол кезде қоғамның қалыптасуына, сонымен қатар бүгінгі күнмен байланысты ықпал ететін сондай бір рөлдерге ерекше үш әйелді ататын болсақ, біріншісі мен үшін ол Назипа Құлжанова. Өйткені жалпы қазақи фем қозғалыстың елеулі тұлғаларының бірі. 1907 жылдан бері, мысалы, Семейдегі съездерге қатысқан. Сонымен қатар Назипа енді әдетте тұңғыш қазақ қыз журналист деп танылған көпшілікке, дегенмен ол кісінің еңбегі бұдан қарағанда орасан зор. Ол публицистика жалпы қазақ баспасының қалануына ерекше үлес қосқан, мақалалар жазған. Ол кісінің мысалы «Ана мен бала» немесе «Мектепке дейінгі тәрбие» деген кітаптарын қазір оқысақ, 100 жыл бұрын жазылса да, бүгін өзектілігін жоғалтып қоймаған. Сонымен қатар Шолпан Иманбаева сияқты ақындардың баспаға шығарылуына үлесін қосқан, қолдау көрсеткен, мен ойлаймын, тұлға. Екіншіден, ол енді өнер мен мәдениетке келетін болсақ, әлбетте Күләш Байсейітова. Ол енді бір жадының нарративтерінде қазақтың бұлбұл деп қалыптасып қойған образы, бірақ ол кісінің де образы және рөлі бұлбұлдан қарағанда орасан зор. Өйткені жалпы өнердегі, операдағы, театрдағы жетістіктермен қоса ол кісі депутаттық рөл атқарған, яғни қоғам қайраткері болған. Және сондай бір, мен ойлаймын, қазақтың өнеріндегі, әсіресе 30 жылдардағы қазақ опера театрының кеңістік кезіндегі қалыптасуына ол кісінің де енді бір рөлі ерекше тұлға.
Және үшіншіден мен Балжан Бөлтірекованы айтар едім. Ол кісі қайтадан біз тұңғыш дегенге оралуымыз қажет сияқты, дегенмен бұған да сыни қарау керек. Бірақ енді Балжан Бөлтірекова ол кісі саясаткер, Қазақтан шыққан тұңғыш сыртқы істер министрі. Сонымен қатар ол кісі Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына шығып, сол жақта сөз сөйлеген дипломаттардың бірі. Жалпы Қазақстандағы дипломатиялық корпустың қалыптасуына Балжан Бөлтірекованың рөлі орасан зор. Сондықтан мен бір хронологиялық тұрғыдан және қазіргі қоғамға деген сондай бір үлесі зор осы үш тұлғаны айтар едім. Дегенмен ол заманның барлық әйелдердің еңбегі мен үшін өте құнды. Бұны ақ қара деп қарастырып қажет жоқ шығар. Өйткені әрине нарратив бойынша, жадыдағы нарратив бойынша әйелдің осында екі түрлі, екі сатыдағы образдар қалыптасты. Мен бұған содан кейін құрбан образын қосар едім. Біз оны әдебиеттен де көреміз, мысалы Бақытсыз Жамал, Қарагөз, Ұлпан романдарында әйелдің сондай бір виктимизация образы қалыптасып тұр, бірақ оның ар жағында мысалы милитаризацияға ұшыраған әйел образдар, олар әлбетте Мәншүк Әлия Томирис сияқты образдар. Дегенмен әрине қазақ әйелінің бұндай образдарға сай болғанын айта алмаймыз. Яғни бұл тек қана бұл образдар қазақ әйелінің қандай кім екенін анықтамайды. Бұл әрине идеологияның да, пропаганданың да құрал ретінде әйелдің жадыда қалыптасқан сондай бір образдары. Бірақ қазіргі заманауи тұрғыдан біз қазақ әйелінің бұдан алуан түрлі екенін айта аламыз. Яғни әйелдер барлығын қамти білген, олар баланы дүниеге келген, жар да болған, сонымен қатар олар мансапта да өте бір көп жетістіктерге жеткен. Бірақ мен бұндай образдар арқылы әйелдерді қарамас едім. Яғни қазақ әйелдер бұдан қарағанда көп алуан түрлі рөлді атқарады. Бірақ өкінішке қарай тарихтағы гендерлік теңсіздік бар, гендерлік ұлтшылдық бар. Сондықтан әрине бұндай образдар қоғам жадысында әлі де қалыптасып отыр.